Алғашқыда адамдар аспандағы кейбір жұлдыздардың басқаларға қарағанда ерекше қозғалып, адасқан адам секілді аспанның бір шетінен екінші шетіне кезіп жүретінін байқаған. Сондықтан ол жұлдыздар адасқан, кезбе, немесе қыдырымпаз деген мағына беретін гректің планета деген сөзімен аталған. Ғарышты зерттеу тарихы Аристотельден басталады. Аристотель жердің шар тәрізді екенін айтқан, бірақ адамдар жерді шегі бар жазық дене деп есептейтін. Галилео Галилей деген ғалым аспан денелерін бақылайтын телескоп ойлап тауып, сол арқылы жердің күнді айналатынын байқаған. Басқада бірнеше планетаның күнді айналып жүргенін көрген. Басқа планеталарда тіршілік бар ма? Жоқ, күн жүйесі күн мен жұлдыздардан тұрады. Күнді 8 планета өздерінің көптеген серіктермен бірге айналып жүреді. 8 бе? Иә, олардың 4-еуі ішкі, 4-еуі сыртқы планеталар. Яғни ішкі 4 планета деп телескоппен қарағанда көрінгендерін айтқан. Басқада планеталар бар екенін көне заманда білмеген. Бірінші планета күнге ең жақын орналасқан Меркурий. Ол күнді біздің уақытпен санағанда 88 тәулікте айналып шығады. Оның орбитасы жер орбитасының ішінде болғандықтан ішкі планеталар қатарына жатады. Ол күнге өте жақын орналасқандықтан температурасы өте жоғары. Күн жүйесіндегі екінші ішкі планета Шолпан. Ол күнді біздің уақытпен 224 тәулік және 7 сағатта бір айналып шығады. Шолпанда үнемі жел соғып, бұлт басып тұрады. Ол күйіп тұрған тастар мен жанартаулардан тұрады. Бұл да ыстық планета. Күннен қашықтығы жағынан үшінші тұрған планета Жер. Бұл планета бетінде тіршіліктің бар болуымен ерекшеленеді. Жердің серігі Ай. Жер бетінің 1/3-ін, дәлірек айтсақ, 70,8% әлемдік мұхиттар, қалған бөлігін құрлықтар мен аралдар алып жатыр. 4-ші планета Марс. Бетінің қызылдығына байланысты оны қызыл планета деп те атайды. Ол көптеген жанартаулардан, аңғарлар мен құла түздерден тұрады. 5-ші планета күн жүйесіндегі сыртқы планеталар қатарына жататын Юпитер. Бұл өте ірі газ алыбы. Онда үнемі теңіз дауылы соғып, найзағай ойнап тұрады. Оның бетінде көрінетін үлкен қызылдақ алып теңіз дауылы. Демек, планеталар күннен алыстаған сайын суық болып, өмір сүру мүмкіндігі болмайды екен ғой. Иә, қалған 3 планетада сондай ірі. Сатурн өзін қоршаған сақинасымен әйгілі. Сақина планетаның өзімен түйіспейді. Олар тастар мен мұздардан тұрады. Уранның кішкентай жіңішке сақинасы бар. Оның қозғалысы басқа планеталардікіне ұқсамайды. Қырынан жатқызып қойғандай қалыпта. Уранның түсі көгілдір. Онда жылдамдығы секундына 240 метр болатын жел дамылсыз соғып тұрады. Нептун күн жүйесіндегі күннен ең алыс орналасқан планета. Мұндағы жел урандағыдан да қатты. Ал Плутон деген планетаны көлемінің шағындығына байланысты ғалымдар планеталар тізімінен шығарып тастаған. Ол басқа планеталардан өзгеше қозғалады. Сонда барлық 8 планета және олардың серіктері күнді айналып жүреді ғой. Иә, осының барлығы күн жүйесін құрайды. Оның орталығы күн болып табылады. Күн жүйесі галактика деп аталатын жұлдыздар жүйесінің бір бөлігі ғана. Күн жүйесі галактиканың бір бөлігі ғана болса, сонда галактика қандай үлкен? Ғарышта ондай галактикалар миллиондап саналады. Мәссаған, сонда ғарыш өте үлкен деген сөз ғой. Иә, ғарыш кеңістігі шексіз.